Сәлеметсіздер ме балалар? Енді біздің жаңағы телеграм каналдың кеше сауалнама жасағам. Соның нәтижесі бойынша өзімнің де оқушыларымның ұмытып қалу қаупі бар деп өзімнің сезімі бойынша мына жаңағы орта математикалық күтімнің баш жиынның орта мәні үшін сенімділік интервалы тақырыбында одан кейін бір видео жасаймын. Одан кейін осы гипотезаны анықтауға тағы да бір видео жасаймын. Қазір бірінші видеоны бастайық. Өздеріңіз оқып отырсыздар. Популяцияда кездейсоқ шама, орта мәні белгісіз және стандартқа ауытқуы нормаль үлестірілген. Таңдама көлемі 400, орташа шаманың 0-ге тең. Мәні үшін 97% сенімділік интервалын табыңыз. Енді бұл деген бізде осы бір жыл бұрын ғана қосылған, жаңа 2 жыл бұрын ғана қосылған жаңа тақырып. Бізде барлығымыздың анықтамамызда балалар формуласы бар, егер ұмытып қалып жатсаңыздар. Баш жиынның орта мәні үшін орта мәнінің сенімділік интервалы. Яғни енді бұлай нормальмен түсірген кезде міне өздеріңіз білесіздер, жаңағы нормаль қисығы, мына жерде бізде орта мән, солай емес пе? Осы баш жиынның орта мәнінің сенімділік интервалы. Біз осы маңайында жататын болу үшін қанша процентке сенімдіміз деген сияқты. Мысалы үшін, допустим, примерно нәуір аралықта ғана жатады десе, мен примерно айтып отырмын, 94% сенімдімін, 0 екенін білеміз ғой да, допустим, минус 1,6 мен 1,6 жай алсам. Яғни 94% сенімдімін деп айтуға болады. Енді біздің формула анықтамада осы интервалдың несі былай тұр. Енді мынау нормальмен белгенде 0 минус 1 десе, егер былай мюмен берілсе, біз білеміз, мына орташа мәні мына жер мю ғой бізде. Мюден басталады, немесе ол баш жиында мю, ал таңдама болса ол x сызықша деп тұрады. Сосын ары қарай бір санды қосамыз, бір санды аламыз, осы интервал дейді. Оның формуласы былай негізінде x мю x көбейтілген z көбейтілген s бөлінген түбір астында n осыдан басталады. Яғни мына нүкте мынау деген сөз. Осыдан бастадым жерде тік жақшама, жай жақшама негізі аса айырмашылық жоқ, өйткені біз үздіксіз шамамен жұмыс істеп жатырмыз. Ол кезде бізде оның айырмашылығы. И дәл осылай x плюс z көбейтілген s бөлінген түбір астында n. Осы формула беріп тұр. Сонда мынадан байқасаңыздар, ортасы міне x сызықша болатын болса, орта мәні. Бізде мына аралық минус деп тұр, мына өрді алып тұрмыз, и плюс деп мына жаққысын. Сонда былай шыққанда мына өр аралықтың ұзындығы ол z көбейтілген s бөлінген түбір астында n. S деген не? Бұл бізде былай шыққанда сигма бізде балалар баш жиын үшін ғой. Баш жиын. Ал S дегеніміз дәл осы дисперсия, бірақ таңдама үшін. Таңдама. Яғни таңдаманың ығыспаған деген сөзді естіген сайын уже бірден S еске түсіріңіздер да. Енді біз мына екеуін тең деп ала беруімізге болады. Кейбір есептерде беріледі, кейбір есептерде берілмейді. Ал n дегеніміз ол таңдаманың саны. Таңдама көлемі былай шыққанда. Таңдама көлемі, мына формула үшін. Енді бізде қарайық, таңдама көлемі 400 деп, яғни n тең 400, ал орташа мәні x, орташа мәні 50-ге тең. Популяцияның орташа мәні 97%-дық, яғни мынау z дегенде біз 97%-дық сенімділік интервалын табыңыздар. Яғни 97% болғаннан кейін бізде мына жағыда общий 97% қой. Общий 97% нанышчы. Общий 97%. Бізге мына өр z-ті біліп алу керек. 97 болғаннан кейін біз білеміз, ар жағында общий 100 болғаннан кейін мына жерде 90-100, яғни 3%, мына жағы 1,5%, мына жағы 1,5% деген сөз болар. Солай емес пе? Қараңыздар, сіздерге түсіндіріп берейін. 97%-дық сенімді. Яғни біз мю бар, орташа тұрған мәні, оның мәні 50. Осыған 97% сенімдіміз болуымыз керекпіз. Яғни мына жақта общий 2 границада, мынаншы общий 97% болу керек. Түсінікті? Яғни 97% болатын болса, біз білеміз, мына жағында жаңағы 1,5% қалды, и мына жағында 1,5% қалды деген сөз ғой. А біз кестеден қараған кезде балалар, біз жинақталған болғаннан кейін мынаған дейін қанша процент ол мынаның іші 97, ол имын жақта 1,5 бар. Түсіндіңіздер ғой да?
1,5 плюс 97% тең 98,5% дегенді кестеден, нормаль кестеден, нормаль өсірме кестесін қарасаңыздар, Z деп тұрғанда, осы жерден 98,5 көбіне астында тұрады ондай нәрселер. 97% дегеніміз 98,5. 98,5 мұнда жоқ. Бұда ғаны өзіміз таңдап алайық. 98 неге барсаңыздар 98,5-ке жақынлайық. 42-46 не. Ол 2,5 Z-тер қарасаңыздар 2,1-ді мұн жағында тұр, үстіңгі жағында 7 тұр. Сол екеуінің ортасын қарасаңыздар 0,9850 деп тұр. Яғни бұл дегеніміз не дегенсіз? Бұл дегеніміз Z тең 2,17 дегенсіз. Міне. 2,17. Өзіңіз таблицаны қолданады, мұғалімдеріңіз үйреткен шығар. Бұл ден соны мына формула қоямыз. Интервалда табамыз. Яғни X орташамыз бізде 50 минус 2,17 көбейтілген стандарттық ауытқу бізде мына жерде көрдіңіздер ме? Стандарттық ауытқу берілмеген, бірақ бізде басында берілген стандарттық ауытқу 2. Яғни біз S-тің орнына сигманы ала береміз. Ол дегеніміз 2 бөлінген түбірасында n, яғни түбірасында 400. Осы мынау бізде сол жағы, оң жағы дәл солай, мына жерде тек плюс болады. 2,17 бөлінген 2 бөлінген 4 түбірі 20 ғой. Осыны есептеуіміз керек болды. Негізгі нәрсе бізде экзамендерде көбіне енді экзаменді мұқият оқыңыздар. 3 мәнді сан деп тұрады. 3 мәнді санға дейін есептейік. Мына жерде калькулятормен есептеп алайын мен қазір. 2,17 көбейту 2 тең бөлу 20 дейм тең. 0,217 екен мынау. Аның мәні 0,217. 50-ден алып тастасам соны 49,78 деп тұр. Бірақ енді біз 3 мәнді санға дейін болғаннан 49,78 болғаннан 49,8-ден дейм. Жоқтадым, көрдіңіздер ме? Мына жерде жоқтадым, өйткені 3 мәнді сан. Одан екіншісі бұл жерден 52. Мынау бізде қанша болды деді жаңа? 0,217 болады деді дұрыс. Бұл 52,2 деп жоқтаймыз. Мына біздің бірінші сұрағымыздың жауабы осылай болады. Сөйтіп, балалар экзаменде жауабын обязательно жазып отырыңыздар. 49,8-ден 52,2. Бірақ енді мән беріңіздер, мүмкін мыңдық үлеске дейін деп тұрса, онда мыңдық үлеске дейін жауап беруіңіз керексіздер. Түсінікті ғой да бұл. Енді екінші сұраққа жауап берейін. Интервалдың енінің ұзындығы 1-ге тең болу үшін таңдаманың өлшемі қандай болу? Яғни мына n-ді табу керек қой бізге, таңдама бағаны. Енді керісінше таңдама. Яғни енінің ұзындығы дегеніміз жаңағы мен мына бір интервалды айттым ғой, мынадан минимумнан максимум. Осының ұзындығы 1-ге тең болу үшін дейді. Осының ұзындығы 1. Яғни былай шыққанда мынаның жартысы қанша болады? Мына жағы жарты дегенсіз ғой. Ал біз бағана айттық, мынаның жартысы ол нөмір формулямен есептеледі. Нөмір ғой. Осы формулямен есептеледі. Соны қоямыз енді. Яғни 2,17 көбейтілген 2 бөлінген түбір астында n, осы бізде жарты болу керек. Түсіндіңіздер ғой да? N-ді білмейміз, пока мы жер 4-ні екіншіден де қолданамаймыз. Енді осы жердің түбір астында n-ді тапсам не болады? Түбір астында n-ді тапсам, так, мынау 2-ден 1 болған, 2 4-ке көбейтіледі. Алай, 2-ден 1 деп жазайын. N түбір астында мына жаққа кетті, 2 мына жаққа 4 көбейтілген 2,17, 4 көбейту 2,17 тең 8,68. Енді n-ді тапсам, осыны квадраттайым, яғни 2 жағын квадраттасам. 8,68 көбейту 8,68 тең. Бізде 75,3 деп кетіп тұр. Енді яғни интервалдың ұзындығы 1-ге тең болу үшін таңдаманың өлшемі. Яғни n-іміз 75,34-тен
болу керек, бірақ енді бүтін санға дейін дөңгелектейтін болсақ, онда бұл қазір 75 немесе мына жерден біз үшін 75 болып тұр, 97%-ке жуықта осы. Осымен сабағым түсінікті болды деп ойлаймын. Рахмет.